Өткен видеода мен осындай дивандектерді тігіп дайындап алған болатымын. Және сол видеомда мен сіздерге жаңағыдай енді шторларын осыған қалай сәйкестендіріп тігіп шығамыз. Мен сол видеоны салам деген, міне солған орай мен сіздерге қазір сол видеоны көрсетіп шығамын. Сәлем достар, құрбылар, қыз келіншектер. Бүгін сіздермен тігін өнері каналының авторы Балжан Асқарқызы. Видеоны достарыңызбен бөлісіп, аяғына дейін көріп тамашалап, өз пікірлеріңізді қалдырып, қоңырауша лайктарыңызды басып қойыңыздар. Ал енді біз перделерімізді қырқып, өз высоталарымызға дайындап шығамыз. Мендегі высота 2,60, ширинасы 5 метр, есіктің ені 1,80. Мен соған 4 длинаны кесіп аламын. Әрине 4 длинамыз бізде әрқайсысы бөлініп 8 бөлекте тұрады. Жаңа золото цветпен серый цветті бір-біріне беттестіріп, әрқайсының өзінің борысының ретімен дайындап қоямыз. Және соларды біріктіріп тігіп аласыздар. Жан-жақтарын тігіп шығасыздар. Етегін міндетті түрде жалпақтығын, яғни ширинасын етек қайырған кезде 4 сантиметрден кем қайырмаңыздар. Одан жіңішке болса, перделеріңіз, яғни шторларыңыздың етегі онша әдемі көрінбей қалады. Мынау мендегі екі терезенің ортасына түсетін мынандай бордюр кант қойылатын жеке перде. Бұның да высотасы сол қалған перделердің высотасымен бірдей болады. Мынандай кант бордюрларыңызды міндетті түрде бірінші кезде екі жағын қайырып тігіп бастырып болғаннан кейін үстіне паутина қойып, осы бордюр ленталарыңызды жапсырып аласыздар. Сосын барып машинка тігісінде екі шетін бастырып тігіп шықсаңыздар, жаңағы сырғанап, жылжып немесе тартылып, жиналып қалмай өз несімен шығады. Әрі қарай енді біз дайындап алған жаңағы орталарынан бөлініп тасталған әрбір пердені бір-біріне жұптастырдық. Яғни сол жұптастырған перделерді қазір біз бір-біріне қосып тігіп аламыз. Сөйтіп әрқайсының жан-жақтарын тігісін қайырып, етегін қайырып, жаңағы серый цвет шыққан жерін серый цвет қойып, жаңағы шөлмек жіптеріңіздің түрін ауыстырып отырамыз. Ал енді тюльне келетін болсақ, менде терезе ширина 5 метр, мен оған 10 метр тюль алып, жаңа басына буфа лентасын капрон түрін тағып шықтым. Және оны жинап, сборкалап, сол 5 метрлік терезеге турлап шықтым. Мынау менің есікке қойылған тұсы. Қараңыздар, мен айтып жатқан екі түрлі матаны бір-біріне біріктірдік. Ал мына жерде терезенің ортасындағы тұрған, міне екі терезенің ортасында мына екі жанында бордюр лентасы тігілген перделеріміз. Мынау менің осы неге арнап, осы цветке бірге сәйкестендірген мынау дивандарының тігілген дивандектері. Өздеріңіз көріп тамашалап отқандай, менде барлық несі дайын болған, міне көрінісі аяғына дейін көріп тамашалағандарыңызға видеоны рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша барлықтарыңызға тігін өнерінде сәттілік тілеймін. Сау саламат болыңыздар.